берісіп қыз алысқан құдалар, бауыр жеген ұн жағысқан құдалар, құшақ жайып қарсы алатын құдалар, ортамызда биле құдалар, ей құдалар, ажырамас туыс болған құдалар, сыйласып сырласатын да құдалар. Жақсығына билеп келесіңі билеп келіңіздер. Төрге қарай бөлдей, төрге қарай. Әлімді салайын, құдаларға арнайын, игі тілекпен. Құдалар, құдалар, әліміз құдалар, сеніміз құдалар.
Şöyle konuşamız. Sonunda da kişine şayına say kadırmen ağayın. Öz iş kızbayız degen, askazan maylı bulmay, kömül şaylı bulmaydı degen. Dastarkan basına şay kasıp, askazandı maylandırıp, kömülді şaylandırıp oturmuzdur. Şay kasınızlar kadırmen ağayın. Buna toy başşağalarımız kelgen kudalarda, Kudağı kudaşalar törge çıkarıp, kutlu oruna şay kastıra kerege. Tevk edip buna koşmastağı kudalardan bir bata sura bularken. Jambir men şerge görür, bata men yerge görürdük. Bugünkü şairinin adı sırfında bir şahsı bata verimizdir. Amin. Buna bugünkü iki jasının ömürlük toyu kutlu olsun. Осы жастар өссін. Аллахтың көзден сақтап, мынау қазіргі мынау қиын заманда мына әрбір шаңыраққа барлығымызға да мынау жаман нәрсенің бәрі тоқтап, Құда қаласа осы жастар өссін, өнсін. Қазақтың той дастарханы, тойлар қайта оралып, үлкен бір бақытты күн кешуге Алла нәсіп етсін. Аумин. Ассалаумағалейкум, шайнаған ел, бұлы иранбақта сайраған ел, Құдайы қонаққада шапан жау, жетегіне бір атты байлаған ел, құлақтан бастап алайын, сөзімен үнжу тағайын, тойға деп келген халқымның қызметіне мен жарайын, жақсы бір сөзге кейлігіп, тамсандырып талайын, ассалаумағалейкум деп алдымен амандасып алайын. Қадірмен ағайын, бүгінгі қуанышты тойымыз, тамаша кешіміз, әрине мынау Қоңыраттың ішіндегі жиын бетелі. Ормановтар әулетінде бүгін olan асыр ұлы той десек, біздің мынау өнерде жүрген ағамыз, мынау елге сыйлы, елге құрметті болған ағамыз, Нұрбейіс ағамыз бенен Сәуле жеңгеміздің шаңырағында olan асыр ұлы той қадірлі ағайын. Сондықтан да мынау кеше ғана жүрген бүлдіршін қыз еді, бүгін бой жетіп, тегін тауып, босаға аттағалы жатқан біздің ажар қызымыз әрине. Сондықтан да мінекей осы елге мынау күйеу болып келіп жатқан біздің мақсаттай күйеу боламыз бар. Және сонымен қатар мынау ұлы жүздің ішіндегі, Албан елінің ішіндегі қоңыр бөрік еліменен құда болып жатыр екенбіз. Құдаларға төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп бір құрмет көрсетіп қояйық ағайын. Мінекей той Құдайдың қазынасы десек, мына біраздан бері той болмай, той сағынып қалыппыз қадірлі ағайын. Бүгін осындай тамаша көңіл күйменен, осындай дүбірлі думан тойымызды бастағалы жатырмыз. Әрине қазақта қанатты сөз бар, мыңның жүзін білгенше бірдің атын білдейді. Тойымызды бастамас бұрын, қалауы түспеген жаңа құдалармен жақсылап бір танысып алсақ. Әрине бүгінгі қуаныш иесі болған алдыңғы буын ағамыз Нұрбейіс ағамыз бен Сәуле жеңгемізді бір қол соғып қошеметпен ортаға шақырайымыз керек. Келіңіздер. Бұлай қарасаңыз Нұрекең өзі жеңшемдері жап-жас. Бұлардың қызы бой жетіп қапты деп ешкім ойламайды. Мына көрінген таудың алыстығы жоқ деп, кеше жүрген, еркелеп жүрген қыз еді. Бүгін Құдай қаласа бой жетіп, тегін тауып, Құдай қаласа босаға аттағалы отыр. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Қадірменді құдалар, міне сіздердің балуыздай құдаларыңыз біздің Нұрбейіс ағамыз. Мына жанында тұрған сұлу, осы Нұрекеңнің Құдай босқан жары біздің Сәуле жеңгеміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Біз ендермен қарай осы төрге шыққан қашанда қазақ құдасын Құдайындай сыйлаған елміз, құдалармен бір әдемілеп танысып алсақ. Араларыңыздан бір кісі толықтырып, таныстырып өтсеңіздер. Қайсымыз таныстырамыз құдалар? Жолда ойласып келмедіңіздер ме? Барғасын таныстырасын. Келіңіз көке, таныстырып жіберіңіз. Ал, құрметті құдалар, құдаларымыз құтты болсын, мұңдылық болсын, екі жас бақытты болсын. Мына елдеріңізге делегация, енді көппіз негізді. Жағдайға байланысты, ішінен іріктеп, ең анау жастарымызда отырмыз, үлкендеріміз жол берді бізге. Енді өткендер келді деді. Мына енді құдалықтың үлкені тойдың құдалықтың басшысы келген мынау төрде отырған Кенжебек ағамыз.
Тұрып қойыңыз, құда қорныңыздар, бәрекелді. Кенжебек ағам. Оның жұбайы Рәзия жеңгеміз болады. Құдағайлар. Дұрыс тұтар, екеуін екі жақ отырыңыз. Бас құдағалар. Енді қасымыздағы бері құдағымыз. Жаңа танысып қоймыз. Сайдау. Бері құдағайлар. Құдағайларымыз Бекзада құдағай. Көріп отырсың ба? Құдаларымыздың бажасы Арман. Құдаларымыздың достары Зәуре. Енді құдаларымыздың байырғы құдағай деген бірінші келін түсірген құдағайы Тамара құдағай. Тамара құдағай. Енді одан ары Рәбиға қарындасымыз. Құдаша. Одан кейін келініміз. Салтанат келініміз. Енді өзім құдаларымыздың әнесі болып келемін. Айлесім бар. Осы келді. Рахмет. Әкеңіз жақсылап таныстырды ғой, бір шабада құрып қоя, құрметті ағайындар. Бала енді өз уақытымызды өзіміз алмай, бізге кішкене шектеулі ғана уақыт берген. Сондықтан да мына жерде Нұрбейіс ағамның нағашылары келіп отыр, солай ғой. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Құдаларым қош келіпсіздер. Бірінші столда отқан менің нағашыларым, түп нағашыларым, аттарын атамай қояйын, бірінші столда отқан. Бөлелерінің бәрі. Екінші отқан, қасымда отқан, мен ең үлкен ағам, жеңгем ағайындар, ең үлкендер, одан кейін Сәуле құдағайымыздың анасы мен әкесі отыр міне. Одан кейін бауырлары, ағам, інілері, жеңгелері. Одан кейін үшінші столда мен класстас балдарым. Одан төртінші столда өнердегі құрдастар сіздерге қызмет жасайды. Мына екінші столда отқан қазір Сәуле құдағайымыздың коллективі келеді. Бір өз отырған қалғаны жете алмай жатыр, пробка деді ма, Бекжандар үніп қалыпты. Одан кейінгі ағайын жеңгелерім. Одан кейінгі столда қазір Ажар қызымыздың құрдастары келеді. Қалғандарыңыз билеп жүр, бәрі таныс болсыздар, бәрі аттарын айта тұрсақ, өте аз уақыт табады. Рахмет, дуғал шабала құрып қойыңыздар құдалар. Жаңа сіздер таныс болғасын біздер шабала құрғанбыз. Енді мынау жаңа сіздерге, енді біздерге ұрып жатқан шабала бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Міне бір еліміз ажардай қыз өсірдік, бір еліміз мақсаттай ұл өсірдік. Сол екі жас бірін-бірін қалап, бірін-бірін сүйіп, өмір атты теңізге, асау теңізге бірге аттанған екен. Осы өмір атты асау теңізде жастардың ешқашан келгендері шайқалмасын. Әрдайым жолдар болып, Алла тағала малынан жарылқап, сіздермен біздердің құдалығымыз иншалла мәңгілік болсын дейміз. Сондықтан да жақсылап алдағы бұйырған астан дәмден алып отырыңыздар қадірменді ағайын. Ендеше бүгінгі осы жиен-бетейлі Ормановтар әулетіндегі Ақтасарханның бет-пердесін ашып алса, біздің енді мынау жастарымыз кішкене дайын болғанша, мынау елі-ғасыз болмайды, тоң жағасыз болмайды деп, осы әулеттің үлкен ағасы Нұрмахамбет ағаммен Сәуледей анамыз ортаға шақырамыз. Және де Қалдыбек Гүлзипадай әулеттің үлкендері және Кенжегүл апам Оразбай мынау көкелерімен ортаға шақырайын, келіңіздер, бүгінгі той түндігін ашып беріңіздер, елде болып жатқан, әулетте болып жатқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Келіңіздер ағалар. Мәнеке қадірменді ағайын, қариясы бар елдің қазынасы бар деген.
Biz mine осы kişilerмен maqtanamız. Biz mine осы kişilermen şatlanamız. Bizдің енді осы әулетіміздің үлкендері, алтын діңгектері, бүгінгі мынау әулетте болып жатқан, елде болып жатқан тойларымыз құтты болсын деп, бүгінгі осы тамаша қуанышты тойдың бет-пердесін ашу өздеріңізге бұйырыпты. Мына жас үлкендер өз алдына бір төбе, оларға еткен қызметін мәртебе, бәрекелді балам десе болғаны баққышының басына кеп қонғаны дейді. Сондықтан да қуаныштарыңыз құтты болсын деп, тілекті, ниетті өздеріңізді жалғастыра екен. Құрметті ағайындар, құрметті жаңа аудаларымна құда болып төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Айналайымнан Нұрпейіс, Сәуле, бір кезде өздерінде осындай қыздату той болмаса да үйленген тойларын болған еді. Мені көріп жаңа тамалайым отыр. Уже қыздарың бой жатып, мына сен де құда көріп отыр. Бірінші құдаң құтты болсын. Мына қыздарың барған жерінде бақытты болсын. Ал ағайындар, біз сол Қазор таудан алтын төбе елден сол бөгөзілдерінен келіп отырмыз. Осы жаңа аудана сіздердің құдаларыңыздың, құдағыңыздың әке шешесі боламыз. Мына той құтты болсын, мына қиыншылық деп отырған, мына қызымыз барған жерінде бақытты болып, барлығыңыз той, осындай той жұмыс болсын. Көке микрофонды менен алдыңыз ғой, маған бердіңіз. Әбден апама жалтақтап қапсыз ғой. Мына өді бұл кісі сіздердің болашақ келіндеріңіздің атасы, нағашы атасы. Міне алдында тұрған нағашы анамыз. Мына мен жасы үлкен кісілер болған соң, осы әулетке үлкен құда болған соң, осы кісілерден көшті бастағанбыз. Әрмен қарай енді анамыздан ақ тілек тыңдап қалайық, келіңіз апа. Айнымайын деп. Нұрпейіс, Сәуле, мына бүгінгі алғашқы қуаныштарың құтты болсын. Мынау қыздарыңды өсіріп, мына өрістеріңді кеңейтіп атсындар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жаққа да құдалық құтты болсын. Дендері сау болсын. Мынау жастардың тіккен отауының осағасы берік, шаңғырағы бейет. Өсіп, со шаңғырақтың астында өніп өсе берсін. Осы жарғысымызда мінеки үлкен қыз болып оқуды бітіріп, мынау әке шешесінің алдынан құдалардың ұрығын білмейміз, енді сояқа босаға аттап отырған екен. Аттаған босағасы құтты болсын, дені сау болсын, жастар бақытты болсын, айналайын. Өссін, өнсін, соған ғана тілеулеспіз. Рахмет, анасы барадында бір жақсылап шапала құрып қойсын, құрметті ағайын. Үлкен біздің нағашы анамыз сөйлеп жатыр. Әрмен қарай енді осы әулеттің үлкені Нұрпейіс ағамның ағасы Нұрмағамбет көкем жақсы деп жалғасын керек. Құда, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалық мұшылық болсын. Кеше ғана баламды өп кеткен, 97-де осы той істеп, өсіп отыр қызымыз. Барған жерінде бақытты болсын, өсіп өне берсін, той қаласа берсін. Рахмет, әрмен қарай тілекті тағы да жеңгелерден жалғастырайық. Той құтты болсын, құдалардың төрге шыққаны болсын, екі жас бақытты болсын. Қазіргі той өзінде алғашқы тойым. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Onlar beşinin жасағатқан той құтты бола берсін, келін. Қызымыз бақытты бола берсін, барған жерінде тастай басып судасын берсін. Әр уақытта солардың қуанышын көремін. Ал құдалар мынау төрге шығып, біздің қонақ болып атқандарыңыз құтты болсын. Әр уақытта осындай жақсылықтан етек келісе берейік. Осы той қаласа берсін. Той ашық, мына дастарханды алып жеп, ішіп жеп отырыңыздар. Рахмет. Міне көш бастаған алдыңғы буын ағалар, Асқар тау аталар, Ақжаулықты аналар тамаша тілек айтты. Қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Әрине бүгінгі жастарымызға сіздердің жастарыңызбен жолдарыңызды берсін деп тілеп қаламыз. Енді бүгінгі кештен естелік, естен кетпес. Бір кішкене күліп тұрыңыздар, тойда тұрғандай бұл. Рахмет. Суретке түсу тегін. Алу білестір ғой. Рахмет.
Енді әдегеннен алқымдарыңыздан алып селтеңдетіп билетсем ұятпалар. Сондықтан да құтты орындарыңызды шайғасып, қою күрең шайдан алып, бүгінгі тойдың жақсы өтуін ойласып отырыңыздар. Әрине мына қадірменді ағайын, алдыңа ас қойдым, екі қолды бос қойдым деген екен дана халқымызда. Сондықтан да астан дәмнен тартынбай шарқылдай алып отырыңыздар. Мына біздерде құралақан келген жоқпыз. Құлақтан кіріп бойдалар, әсеменмен тәтті күй, жүрекке түрлі ойсалар, әнді сүйсің менше сүйдеп, абай ақын жырлағандай, осы бір алғашқы тамаша әніміз бүгінгі құдалық тойдың шашуы болсын. Әрине мынау Шәмші ағамыздың керемет әні Дүнген қыз қабыл алыңыздар кенекей. Şafalat oldu mı necirde? Kulağın perdesi çağırdık mı necazdan? Menen başka ançı yok dep aytayın desem, bırak mına stolun bari ançı oturgan. Bizden Nuröken önerdegi azamat mına talaydın toyun түсіріп, bırak özü görünbeydi. Sonda kamera şu endi oksu. Öz jan-jakta keremet jagı isker jigit. Bugün endi осы Nuröken'nin kuvanyşında bärimizde at salsıp arnay at basın borup kep жатқан şayımız var. Sonda da Nuröken tagı da kuvanış kutlu bolsun dep biz осы жерде tilekti niyetni şalgastırıp әрине көрегендігім көшмастайт дейді қазақта. Сонда да бүгінгі мынау Албан елі Қоңырбөрік елінен келіп жатқан біздің жаңа қылауы түспеген құдалардың ортасында көшмастаған Кенжебек құда мен Тамара құдағиды аса бір құрметпен ортаға шақырайын. Келіңіздер. Аттары аталған біздің көшмастаған құдаларымыз бен құдағиымыз. Келіңіз кенекей.
Razıya kulağı gelin, razıya kulağı. Kulağı bir de böyle gene. Rahmet. Menegey Kudalarning qatarında köç bastаған үлкен Құда-құдағиларымыз келіп жатыр. Және бізден бұрын осы құдалардың еліне болған құдағиларына шақырып отыр. Өйткені ана кісілердің онша-мұнша нәрсесін сұрап алайын деп жатыр, Құдай қаласа. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын. Бүгінгі той екі елге ортақ той. Сондықтан да бүгінгі қадамдарыңыз құт болсын деп ақ тілекті өздеріңізден жалғайын. Құдалар той құтты болсын, екі жас құтты болсын. Едеміз бәрі жақсылық болсын. Әр уақытта денсаулық болсын. Араласып жақсылық. Бәрекелді мынау батыр аз сөзді келеттіп, қысқа нұсқа тамаша тілек айтқан Құдаға бір қол сұрап қояйық, құрметті ағайын. Алдармен қарай құлағы елек жалғастырайық. Сөз берген рахмет. Құда-құдағиларыңыздан бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өссін, өнсін. Құда қаласа мынау аспанымыз ашық қалқымыз күріш болсын. Құда қаласа 30 жастар өсіп өне берсін, жастар бақытты болса біз бақыттымыз. Тек қана осында жақсылық тойларда кездесе берейік. Жолдары ақ болсын, өссін, өнсін. İnşallah жақсы айтқан тілегіңіз періштенің құлағына шалынсын. Ал енді бізден бұрын құдалардың еліне құдағи болған осында біздің Тамара құдағи келіп отыр. Қыз бердіңіз ба, қыз алдыңыз ба ол енді? Онда сөзін сөйлейді екен сөйлейміз. Ал енді тілекті өзіңізден жалғастырайық. Рахмет асыға. Құрметті жақсылыққа жиналған қауым, бүгінгі қуанышымыз Алла ұзағынан сүйіндірсін. Мына екі жасымыз міне Құда қаласа өмір атты үлкен табалдырық аттағалы жатырайықтар. Алла екеуіне өмір жастарын ұзақ қылсын. Мен осы сайлау Құданың шаңырағына қыз бергенмін. Менің құдамдай болсын, менің құдағиым осындай болсын деген азаматпен осы менің Бекзада деген құдағиым отыр осында. Барлықтарымыз Алладан үміт күткен бәрі жалғыз ғой, ұл бар, қыз бар дегендей. Бұл кісілермен құда болмай жатыр, біз жолдас бір-біріміздің таныс болғанбыз. Осы кісіндей менің құдам болса екен, осы кісілер менің құдағиым болсын деген іште әйелдің бір арманы болады ғой, ананың. Менің бір арманы болатын. Алланың қалауымен осы кісілермен біз құда болдық, құдағи болдық, қанша жылдан бері. Сол жерден өсіп, қызым өліп отыр. Асқардан күйеу балам бар. Өзімнің екі ұл, бір қызым бар. Үшінші ұлды Алла берді маған сыйлық. Енді айта берсек, жақсының жақсылығын айт нұртасын дейді қазақ атамыз. Әрдайым осындай ең жаман күніміз осындай болсын. Мынау қазағымызға келген індеттің бетін Алла аретсін. Дендеріміз сау болсын, төрт қолдарымыз түгел болсын. Мақсатымызға Бәйнебек бабаның дәулетін тілеймін. Қызымызға Құда қаласа бізге келін болып бара жатқан ажарға домалақ анамыздың қасиетін берсін. Биыл бала келін болса, келер жылы дана ана келін болсын. Мұны аттағалы жатқан қадамын құт болып, бізге қызымыз, сіздердің қыздарыңыз бақ болып келсін. Не дейміз? Әрдайым жақсылық болсын, осындай күндеріміз, тойларымыз көбейе берсін. Аса да сізге үлкен рахмет. Қадамыңызға Алла өмір жазсын. Бәрекелді айтқан тілек ниетіңіз қабыл болсын. Мына бұл кісінің жаңа бір сөзінде айтып кетті. Мен бұл қазірге келіп отқан құдалармен бұрында дос өтіп дедіңіз, араласқан едім. Негізі жақсы қыз ауылдан алыс кетпейді деген қазақта сөз бар. Енді дос болып, араласып жүргеннен кейін, мына осы кісілерге қызын беріп, бүгінгі күнде мінекей өрісіге кейін арамызға келіп жақсы тілегін жатқан құдағиның тілегі қабыл болсын. Дегенде мынау құдалық мың жылдық болсын, мәңгілік болсын, осы нұр күндерге сіздің жолыңызды берсін.
Қатарларыңыздың көбейгені құтты болсын. Енді бір әдеби естен кетпес естелікке суретке түсіп қалайық. Күніге Нұрекеңнің қасында жүрсін, болмаса біреуіңіздің фотоңыз жүрсін, дейді, араласып тұрайық. Тойда тұрғандай күліп тұрыңыздар. Батыл қырттар қайда? Біраздан бері тойға шықпағаннан кейін оларда тәсіпеден шақырылған ау деймін. Батыл қырттар шақыршы. Олар сурет сатып алмайды ма? Мен о сурет сатып алатын айнадай. Ne yapıyorsun? Рахмет. Енді қайта Ағдасархан барысымен қауышыңыздар. Иншалла шаңырақтарыңыздар қашан осындай дүбірлеген думанда той болсын деп тілейміз. Ал құрметті ағайын, екі жақты көш бастаған үлкендеріміздің тамаша тілегі болды. Біз енді бүгінгі бейне бір қосақ құдай жарасқан жастарымызды орта қалдырсақ. Әрине бүгінгі бойшеткен қызымыз Ажар менен мақсаттай күйеу баланы сахналық көрініспен ортаға қарсы алыңыздар қадірменді ағайын. Гүлнар әпкеміз ортамызда. Сәлем де бердім ағайын, ашып көңіл сарайын, үлкен кіші аман ба, бір кәдене жарайын, әндетіп кіріп тойына, қолыңды соқсаңнан айын, бүгін думан, бүгін той, төрге таман барайын, құтты болсын олы той, жырдан маржан тағайын, шашуымды қабыл ал, қабыл етсін балайын, төрге шықты біздің жақ, сарақындай шабайын, майлақындай ағайын, аман ба халқым, аман ба, аспаннан айды қағайын, жұлдызбен жерді жамайын, екі аққу жұп болды, алла септау арайын. Құрметті қонақтар, бүгін екі жастың қош жүрегі қауышып, жарастығын тапқан күн, бұл өмірге жаңа отау тігіліп, шам шырағын жаққан күн. Олай болатын болса, құрметті қонақтар, алақанымызда аялап өсірген аппақ қызымызды сіздердің құрметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен төрге шақырып қарсылайыңдар да тағайын. Аруымызды қарсылайын. Қош жүргесімен аппақ қызымызды алақанда аялап өсірген аруымызды қарсылайын, құрметті қонақтар. Қошемет көрсетіңіздер. Ата-анасының аяулысы, еліміздің аруы, өз елін, өз жерін тапқан екен. Құтты болсын деп қошемет көрсетіп қояйық. Қошемет. Қошеметтеріңізбен біздің бүгінгі күніміздің себепкері болып отырған күйеу баламызды қошеметпен шақырайық. Қане қошемет көрсетіп қойыңыздар. Келе ғой айналайын, адаспандап жүріңіздер. Табалың адаспандап жүріңіздер. Адаспандап. Көтеріп күйеу бала бүгін нардың жүгін, өзінің тапқан екен жар жұлдызын, гүл болып жайнай берсін, әр көктемің жеміске толы болсын, әрбір күнің. Ау ағайын, ағайын, ашып көңіл сарайын, жеңгесі болып қызымыздың кәдесіне бір жарайын. Алдыменен құдалар өздеріңізбен қауышып, амандасып алайын. Армысыздар.
Armısızlar, kız ösürgen örüsü keng asılдар. Esigi tek жақсы үйге ашылар. Текті қыздың өз көрсетіп кеткені өнеге мен өрге өрмелер тасы бар. Ендеше еліне елеулі, халқына қалаулы болып отырған болашақ құдаларыңызден тағы да бір сәлем. Шырайлы да елден біз жақсы қызды аяулы анасынан көрдіңіз. Алақанда аялаған аруға сырға тағып, қолқа салып келіпсіз. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, қадамдарыңыз құтты болсын құдалар. Қошемет болсын екі жасқа. Олай болатын болса, жаңағы ұлымыздың, күйеу баламыздың жеңгелеріне, қызымыздың құлағына алтын сырға салуға рұқсат. Келе қояйын ағайын. Құдай қаласа, өсіп өлген ақ жаулықты, алтын құрсақты аналарымыздың, осындай жеңгелердің жолын берсін жаным. Сырған құтты болсын. Міне құдаластырып жатырмыз. Қызымыз құлағына алтын сырғасын тағып жатыр. Қыздың қандай кінәсі бар? Осы орайда күйеу баламыз маған осындай аруды туып берген, алақаныма салып берген анамызға гүл шоғын ұсынсам деп жатыр. Қабыл алыңыз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Келе қойыңыздар. Құтты болсын, қадамдарың құтты болсын. Сырған құтты болсын жаным. Ал енді ардақты ағайын, екі жасты қауыштырдық. Сіздердің құрметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен екі жасты төрге отырғызайық. Тағы да бір қошемет болсын. Жайғасып әңгімелеп отырғаныңыздар. Қазағымыздың салт дәстүрі бойынша міне құдағиларға жеңгелеріне, екі жеңгеге, енді қызымыздың екі жеңгесіне күйеу баланың жеңгесі сый сияпат алтындарын тағып жатыр. Көп болыңыздар, қошемет болсын. Міне жеңге болған қандай жақсы. Рахмет айналайын барлықтарға. Естелік үшін жеңгелер болып суретке түсіп мына жерде. Мен де қатарларына кетейін. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Не деген қошемет. Рахмет ағай. Мына енді 2020 осыдай жыл болып басталып, той жылы болып басталса, ақыр жағы жылдың ортасына келген кезде мына коронавирустың атың өшкірмелі не істерімізді білдірмей тастады ғой. Не істерімізді, не денімізді ұмытып қалдық. Сіздерге өкпе жоқ ағай, шапалақ ұруды ұмытып қалыпсыздар ғой. Ассалаумағалейкум ағай. Шықсамдағы алдарыңызға жеңіл жоқ көйлекпенен, келсемдағы әрбір жерге той деп келем. Ассалаумағалейкум армағайын, қазақтың әрбір күні бір тойсыз өтпеген. Армысыздар ағайын, қош келдіңіздер. Тойлықты болсын мұнықтары. Бүгінгі ардақты ағайын, керемет күнің кеші, шырайлы шыңғыламыздың төрі, кереметтей салтанат сарайының төрінде баршамыз үлкен ұлан асыр ұлы тойдың қуаныштың мерекенің көзі болып жатқан жағдайымыз бар арқалы ағайын. Мына дегенмен айтып өтетін болса, 300-дің басын қосқан, Ордабасы тауының бөктерінде орналасқан, Ордабасы елді мекенінің төрінде бүгін үлкен қуаныш ағайын. Сол Ордабасы елді мекенінің төрінен түлеп ұшқан біздің елге сыйлы, елге құрметті, мына тамырын тереңге жайып, отбасына бақыт алған, әрине орман тірілеті
Қоңырат Жиенбет елінің тұлғасы Нұрпейіс ағамызбенен Сәуле жеңгеміздің шаңырағында үлкен той, үлкен қуаныш. Құдай қаласа Нұрпейіс ағамызбенен Сәуле жеңгеміздің қабының аузы ашылып, сіздердей міне Құдай қаласа алып жүз албан қоңыр бөлік еліменен құда болып жатқан күні ағайын баршаңызға құтты болсын. Дегенменен мен үшін емес, біздің Құдай қаласа Нұрпейіс пен Сәуле үшін емес, ажар үшін бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар шақайын. Енді құрмет қонақтар, мен әрине көп сөйлеп созбайын, әдептен озбайын, жастар бақытты болса, үбілі-шүбілі ауылда қызы болса, қос елге, қос елдегі ата-анаға одан асқан не бақыттарды ақтағайын. Мына енді бүгінгі тойға қуанышқа келгеннен кейін баршамыз әдемі ақ тілек ақ ниетпенен келіп атқанымыз ол әрине айдан анық құрметті жамағат. Ендеше қазақ айтып жатады ғой, ер бала болсын, қыз бала болсын, өзі үш жұрты болады деген құрметті қонақтары. Бірінші жұртың өз жұртың болса, екінші жұртың нағасқан нағашың болса, үшінші жұртың әрине қимас қайын жұртың деген қазақ болса, сол үш жұртың ішіндегі ең жақын жанашыр бауырмашылың ол нағашың десек, келсе бүгін тойға нағашылар, нағашы бар бауырдан нағашылар, жиенімде бостайға келген кезде нағашының құрметі тояшылар десек, әрине біз тойымыздың төріне Нұрпейіс ағамыздың нағашылары, яғни біздің ажардың төп нағашылары той төріне келсеңіздер, тұңғыш Асима бастаған нағашылар келіп қойыңыздар. Әрине Орал, ол бала болса, Күмісбек Зәуле, әуес Гүлнардай барша құрметті төп нағашылар тойдың төріне табылып, шам-шырақ болып жақылсаңыздар, және де сүт нағашылар, ажардай сұлудың нағашылары, Омарбек Айзада болса, Анарбек Ақмарал, Қаныбек Балжан, Құрманбек Айнұр, Талап Көзалыдай барша төп нағаш, сүт нағашылар мархабат. Ора таңа! Келіңіздер нағашылар! Қош құтыласың кәйбек! Өйде! Нағашылар, ора таңа! Төп нағашы, сүт нағашылар ортаға! Келіңіздерге! Өйде! Бағана мен сөзінің басында айтып өттім ғой, карантин, яғни барлық нәрсені ұмытыпты деп айтып жатырмын ғой. Карантин тосқа шыққан кісілердің қайерге тұратында ұмыт қапты ғой, ұмыттырып жіберіп. Есің аузына тұрмайды еді, ортаға келіп тұратын еді ғой баяғыда. Карантиннің алдында беріп келіңіздер құрметті нағашылары. Мына қуаныш құтты болсын, Құдай қаласа біздің ажарымыз, біздің ажарменен мақсатымыз бақытты болсын, үбілі-шүбілі болсын, ұлды қызды болсын. Бұлардың да енді басынан өткен жоқ, басынан өтіп көрген жоқ. Дегенмен достарынан, құрбы қатарларынан көргені бар, оны да ұмытып қалған. Мақсат, ажар, құрбы құрдастарын тұрмысқа шыққанда орнына тұратын еді баяғыда карантиннің алдында. Сондай ермейміз. Рахмет, бұл кісілерге де бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, өз жеріне кеп алсын. Әлемде құрметті нағашылар, қош келдіңіздер. Біздің Нұрпейіс ағамыз бен Сәуле жеңгемізді сол баяғы ұмытып қалған. Беркен ортаға тұрыңыздар. Енді кереметті тілекті, тамаша ниетті түп нағашылар, тұңғыш Асимадай аға аналарымызға мастай келе қойыңыздар. Ардақты құлалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жегжаттар, нағашы, жиен, бөлі, бәрімізге той жұмысты болсын, той құтты болсын. Нұрпейістің тойы бәрімізге жүкісі болсын. Қызымыз бен баламыз айналайын бақытты болсын. Барған жерінде сол өсін тастаймасын. Тойға. Рахмет, қадейді тамаша тілекті құрметті түп нағашылар, қанша тілек айтам десеңізден де шектеу жоқ. Түп нағашылардан тағы тілек айтам деушілер бар ма? Қосыламыз десеңіздер қуанамыз. Орал ағам сөйлесін деп жатыр. Келе қойыңыздар екен. Рахмет. Тамада біз сөзді ұмытып қалдық негізі. Нұрпейіс жарым,
Сәулекен, айналайын қуаныштарыңыз ортақ болсын. Мына жастар бақытты болсын. Дендері сау болсын. Мына Ажар, Мақсат, бақытты болыңыздар жандарым. Қолалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мың жылда құла болғандық, мына құла қаласы бүгін алғашқы несі осы тұсау кесері. Құрметті мына Нұрпейістің жора жолдастары, ағашы жиендері, бөлелері, осы барлықтарыңыз осындай той көріңіздер. Осы қиын заманда Нұрпейіске істеп жақсылық істеп жатқанына рахмет осы. Одан да 2, 3, 4, 5, 10 есе карантин болса да Нұрпейіс ағам осы қызы ұзатам деп пландап қойған. Рахмет дүрегім, осындай той көрсін баршаңыз. Ал енді түп нағашылар орекене қосыламыз деп жатыр. Солай ба? Енді сүт нағашылар сіздерден бір еркек, бір әйел сөйлейді, қалған қосылып билейді. Ажардың нағашылар дұрыс қой, сүт нағашы деп айтпадым ғой. Келіңіздер, ажарыңыздың нағашылары. Ağa Sağlık, Nұрпейістің тойлары құтты болсын. Құдалықтары 1000 жылдық болсын. Ажар жиен, көтерген шаңырағынарды әрқашан берік болсын. Сендердің қызықтарын көріп әрдайым жүре берейін. Тойларыңыз құтты болсын. Toylar kutlu olsun, uzağından olsun, қуанышты бөліскен көмеліктей, қуаныштарың бұдан да көп болсын. Алдына құда-құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ажар, бүгін мына кеше ғана кішкентай ғана бүлдіршін қыз еді. Бүгін мынау өзіңнің сыңарыңды тауып, бақытты болайын деп жатыр екенсің. Құда қаласа ұзағынан болсын, бақытты бол. Сол елді бақыт деп, бұдан да үлкен тойларда кездесіп, сенің қызықтарыңа тоймай жүре берейік. Рахмет, ола оршыл болған базарым, қуанатын қазағым, қолдайықшы ағайын, Нұрпейіспенен сәуленің сұлы да сымбатта жарын ағайын. Тойда тілек тыңдағанда бар, тыңдамағанда бар, олағанда бар, шулағанда бар. Дегенмен баршамыздың тілегіміз жастар бақытты болсын. Осы тілекке қосыламыз ба? Қосылмағанда қайқа бұрамыз, барлығымыздың тілегімізді бір тілек. Нұрбе жеңеше ортаға тұрып, түп нағашы, сүт нағашының ортасына еніп, есің етпес, әдемі бір естелікке сөйлетке түсіңлайшы. Осы ойдан есің етпес мәңгі, әдемі естелік болсын кереге. Енді жасай онеке кереметте тамаша бей болсын. Барша нағаштардың құрметіне бүгінгі тойда алғашқы бие не қыласыздар жігіт қағай. Баршамыз ортаға тамаша биге. Şayip şaylar koydu
Sizler жақта ешкім аралап бармай жатыр ма? Білмеймін, ол мазашы қолын ақсты. Осы уақытта кішкене бір ашылып қалатын жағдай болу керек. Ал ендеше қадірменді ағайын, бүгінгі осы тамаша қуанышты тойымыздың алғашқы үлкен асы той дайын болған екен, сондықтан да ордаға ас тартайық, ас талдырыңыздар. Бәрекелді мынау алдарыңызға бас келіп, қазақтың қадірлі қонағы келгенде берілетін ет 5 түрме ас келіп жатыр. Астарыңыз дәмді болсын, құрметті ағайын. Мына қойдың басы Құданың асы деген жақсылап астан дәмнен алып отырыңыздар. Біз енді осында Бадам өңірінің бір топ өнерпаз жігіттері сіздерге тамаша ән шырқайды. Ал ендеше мына құрметті ағайындар жақсылап астан дәмнен алып отырыңыздар. Мынау Мақтаралдық ағын Мұхтар Құралов ағамыздың өзінің қызын ұзатқанда жазған Ақ тілек деген тамаша әні бар. Бүгін әрине жастардың құрметіне осы тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Рахмет ағайын. Не деген қошемет, не деген құрмет. Осындай қуаныш, осындай той баршаңызға жұғысты болсын ағайын. Бәсен ап даусым шықпайды дейін микрофонды өшіріп қойған екенсіз. Ал енді қадірмен ағайын, асқарыңыз дәмді болсын. Шапалақ ұрылмаған себебін де білеміз, қамырауға келіп жатыр алдарыңызға. Енді мына әліміз жүк құлайық. Мына шаңыраққа ие болып қалатын, олдың аты ол қойшырдың қашанда деп Тұманбай Молдағалиев ағамыз жырлағандай, осы бір ұлыма деген керемет ән бүгінгі төрге шыққан құдалардың құрметі болсын. Ұлдарыңыз үміттеріңізді ақтасын иншалла. Той құтты болсын. Құдағи құдашыларды ортаға алып шығып билеуге болады кәлеге. Әлбетте. Рахмет. Біргенде Құдай қаласа құрмет қонақтар, ол үйлендірмегендеріміз, ол үйлендіріп, қыз ұзатпағандарымыз, біздің Нұрпейіс ағамызбенен Сәуле жеңгеміз құсаған, сұлуды сымбатты, атына заты сай, ажардай сұлуды, ұзатуды баршаңызға Алла тағала нәсіп етсін деп тілейміз ағайын. Осы тойға қуансаңыздар, сіздердің шаңырақтарыңызда тек қуаныш болсын. Той көріңіздер ағайын. Енді бір құрмет қонақтары, той барысында, той басында айтып өттік қой, біздің Нұрпейіс ағамыз өнердің азаматы, өнердің азанаты, өнердің өріне жүзген біздің Нұрпейіс ағамыз отбасыменен өнерлі десек, әрине қателеспегеніміз болар. Сол өнер азаматы Нұрпейіс ағамыздың өнердегі тағы да бір інілердің бірі, асаба, әнші, композитор осыдағы алмастай ұлдарыңызда бір қол құрметпенен, қошеметпенен той төріне қарсы алуларыңызда өтіп жатқан жағдайымыз бар. Келе қойыңыз әбеге, қуаныш құтты болсын бірі. Бәрекелді. Мына сәл шығарасыздар ма? Ана жігіттердің дауысы сәл қаттырақ шығады атаңыздар. Ал бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Айдағы жүзіне алмастыңдар тұрған әлеммен кәнекей абыр сабырларын сақтап, алдағы астыбаптап отырайық. Ал енді құрметті ағайындар, мен енді
үшінші тамада болып шыққаннан кейін амандасып жатты қойын. Сондықтан да бүгінгі той иелерін білесіздер, азаматтың кәнедесі алқанға салып көрсететіндей, жігіттің жандаса, жалпақ елдің шайсаң атанған бүгінгі Нұрпейіс ағамызбен осы отанның сәні, наны, тірегі, барлық жан дүниесіндегі өмірдің күйрең тіршілігінің кірпігін білдірмей жіберетін алтындай ұл қыз перзенттің анасы Сәуле жеңгеміз бар. Ендеше осы Нұрпейіс ағамыздың, Сәуле жеңгеміздің қуанышы құтты болсын деп, өзіміздің тағы да барлығымызды, нарлығымызды білдіріп, тамаққа тойғанымызды білдіріп, бір болса қояш ағайынды. Мінеге енді мына сәлде болсын қадынға бір бәле барған шығар. Ардақты ағайын сәл сөзге құлақ салып отырайық. Құрметті ағайындар, байғабатсыздар ма? Тамадылардың бәрі әлі, шаштар қысқа, карантин бітпей, өспей жатыр ғой бәрі әтәңілеттер. Ана бірінші шыққаны да әтәңілет. Қайда мен ол? Қаяқтан семіріп алған. Екіншісінен сәл аз қалды енді. Карантин оған қандай жағдай болған? Ал ардақты ағайындар, сонда да болса бұның бәрі әзіл. Бүгінгі той 2 жас үшін, бүгінгі 2 жастың ата-анасының қуанышы үшін. Сондықтан да құрметті ағайындар, мен ортаға бүгінгі 2 жасымызда өсірген, бақытты ғұмыр кешірген, жыласа шошып оянған, мұздайда бесік таянған, жаныңа жақын саяңнан мектепке біріп жасында танытып құбыла білдірген, емін-еркін жүргізген асқа таулы әкелер мен айдын көлді шалғар аналардың бар мұнда, бағасы тең алтынға десек, мен ортаға 2 жастың ата-анасы шақырғанда жөн көріп тұрмын. Алдыменен қуанышы қойына сыймай тұрған Нұрпейіс ағамыз бен Сәуле жеңгемізді ортаға шақырамыз. Ал маэстро! Бәрекелді, рахмет көпке ардақты ағайындар. Мына енді ортамызға келді той иелері. Ендеше тойың құтты болсын деп тағы да бір қол соққыздар шарасады ардақты ағайындар. Қолыңыз бос қойсын. Бәрекелді. Қол шапалап ұрған сайын қышиды екен. Қышығаннан кейін қалтаға ақша түсейді деген екен. Оны құдай қаласа ардақты ағайындар. Мына енді ардақты ағайын жақсылық болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Нұреке, Сәке, құдай қаласа мынау бүгінгі өздеріңіз асырап баққан, өздеріңіздің қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аялап өсірген ұлым қыздарыңыз бүгін міне бой жетіп, өз ұясын тапқалы жатыр. Иншалла, барған жерінде бақытты болсын. Сол барған жерінде құдалардың әулетінің тамырын тереңге жайған бейтерегін көгертіп, шырақтарыңызды жағып, көңілдеріңізді бағып, немерелеріңізді тауып, елдің ардақты келіні болсын дейміз. Ал енді ардақты ағайындар, осы Нұрекең мен Сәкеңе арнайы 1000 жылдық қылып, құда қылып қосып жатқан осында біздің бел құдағиымыз, сайлау құдамен Бекзада құдағиды қолынан ұстап, қолтығынан демеп, ортаға билеп алып келейік кәне. Өздеріңіз барып жақындап кәне. Ал маэстро! Рахмет, көп рахмет, мың алғыс. Жеңеше ортаға тұрыңыз.
Біз енді құдеке ер азаматпыз ғой. Мына ер азамат деген әйел азаматшылардың жанында қорған болып жүрейік, Құдай қаласа. Қос шетінен қорған болып тұрайық. Ал енді құрметті ағайындар, сәл астыда мына ішкілік жағынан тоқтата тұрыңыздар. Себебі ортамызға бүгінгі той иелері шығып жатыр. Яғни қыз алайын деп жатқан ел мен қыз бергелі жатыр. Сондықтан да сәл де болсын сабыр сақтап елге құлақ салайық ардақты ағайындар. Сәл сабыр сақтайық, әңгімені кейін тағы жалғастырамыз. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі құда болып төрімізден табылған, шамшырақтай шағылған, бүгінгі сайлау құдадан бастағанда жөн көріп тұрмын. Ал құдеке, бүгінгі құда болып төрімізден табылғаныңыз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын, күш қуатыңыз күшті болсын деп әрине алғы сөзді өзіңізден бастағанда жөн көріп тұрмыз. Ал сайлау құда, Құдай қаласа, жасыл желек, ел аман ба, көгілдір көл аман ба? Атқа қонар, ер аман ба, құда күтер, төр аман ба? Тойымызға қош келдіңіз, құдалардың елі аман ба? Бәрекелді, аман болсын, аман болсын. Сайлау құдама қарасам, төрге шыққан төледей, айбатына қарасам, айға атылған жебедей, қайратына қарасам, мұз созырған кебедей, сөздеріне қарасам, тасқа қаққан шегедей, сөз кезеген берейін, қайта-қайта бөгемей деп, алғы сөзді сайлау құдамыз, көңіліңізден шығамыз, алғашқы болып тілекті өзіңізге бұрамыз, біз әрине шапыла ұрамыз. Қол соқпай құданың құрметіне. Ағайын асыбай, карантин деп әбден жиналып қаттық дұрыс айналайын. Асылыңдар. Өзі мен бір жездіңлер өзі, сәл өнерге жағын. Біраз өлең айтпасам, билемесем аурам, арқам тырысып, сондай көп қылымдым. Құда қаласа мынау қазағымызға кең өмір келсін, мынау айтып атып қойын бәрімізге осы жаман беті қайтып, кеңшілік өмірге мынау біздің өнер адамдарымызда арқа-жарқа өстіп халықтың амандығын алып жүгіріп жүре берсін. Енді негізгі құрметті Қоңырат елі, Жиенбет елі, мынау жасаған тойларымыз құтты болсын. Мынау Нұрпейіс құда, Сәуле құдағи, алғашқы армалды тойларыңыз, енді мынау жастарымыз өздері танысып, табысып, осы бізден бата сұрап отыр, атада болып батамызды берейік, құда қаласа. Осы жерге келген көпшіліктің бәрі жақсы ниетпен келіп отыр. Енді не деймін, құда қаласа осы қыздарыңыздың аяғы жеңіл болып, сіздердің шаңырақтарыңызда тек қана жақсылық болып, әлі талай тойлар бола берсін. Тағы да айтайын дегенім, мынау мен былтыр анам 100-ден өтіп қайтыс болды. Енді 100-ден өткен адамға ол той ғой. Бірақ бір Алланың кереметін қара, аты өшпесін деген сияқты менің анамның аты Ажар еді. Мұны қайтардан Ажар деген аты осындай менің жаңағыдай қызымыз, келініміздің аты Ажар екен. Ажар деген балам сөйтіп айтқан кезде бір жағы жүрегім жылыды. Менің анамның өмірлік аты өшпейді екен. Бұл да Алланың бір керемет шығар. Мұны осындай жақсылықтар бола берсін. Өмірлік әйтеуір осы балапандарымыз бақытты болсын. Осы бала деп өмір сүреді ғой ата-ана. Осылар бақытты болып өнсін, қуаныштар көп болсын, биіктен көрінсін, тіл көзден, сүт көзден аман болсын. Сіздерге де рахмет асыға. Той ашылып құда қаласа тойларымыз көбейе берсін. Шапалақтап айтайын ба, айтпай қойын ба? Бәрекелді, көп рахмет ардақты ағайындар. Мінекей ізеткен айлап, найза бойламас деген құдеге көп рахмет тілегіңізге иншалла қабыл болсын. Жастарыңыз бақытты болып, өсіп өніп, өздеріңіздің жолдарыңызда осы жастарымызға берсін деген ниеттеміз. Ал енді мен осында біздің Бекзада құдағиыма қарап ымдап тұрмын, құдағи тілекті сізге берем деп. Сөйтсем құдағиымыз бізге қарап жымиып, айналайын тамада, тау суындай тасымаймын,
жаман сөзді еш уақытта айтпаймын. Осында Нұрпейіс құдам тұрғанда одан 1 грамм да аспаймын дейді. Солай ма құдағи? Айт бәрекелді. Көп рахмет құдағиымызға. Мына қазақта әдемі сөз бар. Әйел қанша жорға мінсе де жаяу жүрген еркектің алдын кесіп өтпеген. Мен сол қанатты сөзді қос құдаға тең сөз берсем деген ниеттемін. Ал Нұрпейіс аға, Құдай қаласа алға ұстаса айтын, бетке ұстаса бедел бұлап білетін мінезіңіз бар. Мына бөлінуді емес, бірігуді, еруден емес, алға қарай жүгіруді ойлаған азамат қазанасыз. Мына Төле бидің туындай, сырдың соңындай ұсқынды сөзіңізді өзіңізден күтеміз. Әрине, сізді таниды адам болса, шапыла құрады. Ал құдайгер төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалық құтты болсын, жастар бақытты болсын, арттарынан іздесе берсін, ажар барған жерінде бақытты болыңдар. Бәрекелді көп байқадыңыздар ма ардақты ағайындар? Нұрекең әрі сөзі қысқа, әрі ұста екен сөзге. Бәрекелді көп рахмет. Нұрекең бақытты болыңдар деп жатыр. Бақыттың ішіне бәрі кіреді деп жатыр ғой. Қарындасын көрдің ба? Мінекей әкелік бата, әкелік ақ бата осындай болды. Ал енді біздің қыз туған ана мен ұл туған анаға кезек келді. Әке асқартау, ана сарқылмас бұлақ емес пе? Сондықтан да сіздер қашанда ұл қыздарыңыз үшін алтынсыздар. Менің анам алтын анам. Сондықтан мен мақтан алам. Ана сүтін аузыма салып, адал бол деп баққан анам. Жаурағанда жамылсын деп көрпе қымтап жапқан анам, оянғанда ойнасын деп сылдырмаған таққан анам. Аналарды құрметтей, ана сүтін емген балаң, адалдықты қолдаймыз деп ант берді қыз бен балаң. Біз түгіл пайғамбарға ұлан адам, қызмысын ару анасына қадам. Сағасы тіршіліктің адам атаға жар болған ана есімді бір-ақ адам. Бекзада құдағиға шапылық бар ма мына ұлаға? Құдалығымыз мұнжылдық болсын, ортамызда құрылған алтын көпіріміз мықты болсын, жастар бақытты болсын, мақсат балам, ажар келінім, айналайын заңды некелерің құтты болсын. Арамызда сый жүрсін, үлкен осы жастардың шаңырағы берік, мықты болсын. Ажарда айдадай келінім құсап жарқырап, қоңыр бөлгенін бақытты қылсын. Аман болайық. Арамыздан дорба жорғаласын, жорға жорғаласын, общем той болсын. Той қаласын. Қошеметтеріңіз қайда, ардақты ағайындар? Кәні, өнер жұма, бір қошеметті қойсаңыздар сіздерді кәні. Ай, бәрекелді. Ал енді көп рахмет мына аналық ақпатаңыз керемет иншалла қабыл болсын. Әрине, кім баласын жаманға татиды? Ардақты ағайындар, жақсы болсын дейді. Жақсы жерден қыз алсақ дейді. Текті жерден қыз алсақ дейді, иншалла қабыл болсын. Текті жерден қыз алып жатсыздар. Біздің қызымыз барған жерінде Құдай қаласа, текті елдің текті ұл қыз тербеткен ана бола берсін деп тілейміз. Ал енді осындай қызды өсіріп, қанатқа қақтырмай, өзінің тәрбиесін беріп өсіріп жатқан құдағиыңызға көрдіңіздер ме ардақты құрмет құдалар? Сіздердің келіндеріңізге ұқсай ма? Жас кезіндегі тура, бәрекелді. Ал енді осында біздің әрине жеңешемізге кезек келді. Сәуле жеңгеміз. Бәріміз де анадан туғанбыз. Анасыз бұлбұл құста сайрамаған. Ана десе тебірінбейтін жүрек, толмайтын көңіл, тасымайтын қан, сағынбайтын сезім болмас. Ана асылда құдіретті күш. Ананың тілі, ананың махаббаты тіл жетпес жатқан теңіз емес пе? Пашыркын, ананың айналып толғанғаны кімнің есінен кетеді? Шырылдап жерге түскенін ақ, саған ең жақын да адал дос, ақылшы ұстазың бар, ол ана. Қар жерді баспай жатып, есіңді білмей жатып, тырмысып, бауырыңа жабысатының, сенің іздейтінің
ананың ақ сүті емес пе? Ол саған бәрінен де қымбат деп Сәуле анамызға бір қол соқпай тастаса да. Аналарыңыз аман болсын. Ал мынау бірінші көпшілік қауым, тойға келген қонақтар, мынандай қиын заманда біз Нұрбек екеуміздің қуанышымызды бөлісіп, осы жерге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамын. Және мынау қыз жат жұрттық дейді ғой. Бүгін мынау Нұрбек екеуміздің аялап өсірген қызымызды Құда қаласа сіздердің көз алдарыңызда өз үйіне, өз шаңырағына, өз еліне ұзатқалы отырмыз. Айналайын қызым, жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Бүгін міне Құда қаласа екі елдің арасын жалғап жатқан қызым елшісің. Мені қалай сыйласаң, Құда қаласа, Бекзада құдағайымызды өз анаңдай көр. Не айтамыз? Бәріңізге осы той жұғысты болсын. Құда-құдағиларым, төрге шыққан күндеріңіз құтты болсын. Әр уақытта арамызда сыйластық жалғаса берсін. Құдалық мың жылдық болсын. Ендігі мынау менің үлбіреген гүлімнің келесі тағдыры мынау екі құда мен құдағиыма тапсырамын. Бәріңізге той жұғысты болсын. Қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Осындағы қызы өтіріп жатқан, ұлы өтіріп жатқан кісілердің құрметіне осындарға жұғысты болсын деп арнаймыз. Ал енді Сәуле жеңше, тілеңіз иншалла қабыл болсын. Сіз бәрімізге ұнадыңыз, қамығып бір нәрсеге жыладыңыз, жақсы сөзді естіп, жаман сөзді естіппесін құлағыңыз деп қойып шыққан. Құдай қаласа, қызымыз барған жерінде тастай беріп солдай сенсін. Ал енді құрметті ата-аналар, иншалла ата-ананың тілегі еш жерде қалмайды екен. Сондықтан да иншалла тілектеріңіз қабыл болсын. Нұреке енді тілектен кейін бір төс қағыстыру деген болатын еді ғой. Кәніге Құдеге. Ал енді бұл әзіл, бұл ойын ардақты ағайындар. Кім күшті, кім мықты деген. 2020 Қазақстан барысы. Қазақстан барысында санатқа қарамайды білесіздер. Сіз қайыныма жәрдем керек деп Құда жақ өтіп апсыз. Біләғын тұрмыз. Қалпатайын деп тұрсыз ба? Бәсәр. Ал енді құрметті ағайындар, нағыз Құда, нағыз қазақ екенімізді білдіріп құшағымыз кең ашайықшы. Үш рет төс қалсаңыз. Бір. Ойбай. Ай, бәрекелді. Нича, құдалар ала алмады бір-бірін мықты екен. Нича, енді құдағиларымыз келіңіздер. Ал енді сіздерді қазақша күрестеп айта алмаймыз. 7 рет бет сүйеміз, келістік па? 7 мәрте бет сүйеміз. Ал кәнеге. Дін. Біреу ақ болды. Ай, бәрекелді, көп рахмет. Ал енді құдағайларда бір-бір құшақтап қойышқан. Нұреке, жақсылап құшақтап қойыңыздар. Немере шөбере сүйіп Құдай қаласа. Ай, бәрекелді. Рахмет, көп рахмет. Ал енді көп рахмет. Құрметті 2 жас. 2 жас. Күйеу бала, келе айналайын. Мақсат Ажар. Қолыстас бері келе қойыңыздар, ата-ананың жанына келіңіздер, еселікке, суретке сүйіп келе қойыңыздар. Осының бәрі сіздер үшін, Құдай қаласа. Ата-ананың жанына келіп, еселікке, суретке түсіп қалайық. Ата-аналарың сіздерді маңдайларыңыздан сүйсін, Құдай қаласа. Жолыңызды берсіздер. Ортамен жүріңіздер. Бүгін сіздердің тойларыңыз. Ал құрмет аталар, маңдайдан сүйіп қойыңыздар. Баққан ашылсын балапандарыңыздың. Бұл сіздердің балапандарыңыз ғой. Ай, балапандар. Сендер әппақсыңдар. Ағымен сенен әппаққар. Оң аяғымен ақылы салаңында атпақ бар деген арбақтар айтыр. Мінекей. Ортаға алып тұрыңыздар, ортаға. Мінекей. Көрдіңіздер де құрметті аталар.
ұл қыз өсірген осында тойға жетеді. Жақсылап тәрбие берсеңіздер, жақсылап тәлім берсеңіздер, мінекей осында тойға жетеміз баршамыз. Осындай той баршамызға жұғысып жақындаңыз, жақындаңыз, құдағи жақындаңыз. Бұл сіздің қызыңыз енді.